балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Сонымен сіздер жер телімін қайтар беруімді талап етіп отырсыздар ғой, Біз мұнда сол үшін келіп отырмыз. Сіз де, біз де соттасуға мүдделі емеспіз. Уақытты босқа өткізбейік. Мүмкін сіздердің дәлелдеріңіз жетіспей жатқан шығар. Мені өтірік қоқаңдап жүрді ойлайсыз ба? Біз мұнда бекер келген сияқтымыз. Сотта кездесерміз. Тұра тұрыңыз, Бертай Омарұлы. Бізде дұрыс түсінуге тырысыңыз. Ол жерде құрылыс жүріп жатыр. Ол тоқтаса, оны анықтап алмай тоқтату оңайға соқпайды. Олжас, ол енді менің шаруам емес. Ол жерге сатылған кезде заң бұзылған. Мұны алаяқтық десек те болады. Немене? Әрине, сіз жасыңыз үлкен адамсыз. Бірақ тым артық кетпесеңізші. Олжас, бұл мәселені адамдардың бәрі не болғанын өте жақсы біледі. Егер қаласаңыз, біреудің мүлкін заңсыз иемденген деп атайық. Оған қарсы дауыңыз бар ма? Мен бұл жерде бір қателік болуы керек деп ойлаймын. Олжас Нұргелдіұлы. Қазір басқа бірдеңе деген менен ештеңе шықпайды. Сіз біздің жерімізді иеленіп отырсыз. Біз оны қайтаруымыз керек. Бұл жағдайда соттың біздің жағында болатынын сіз өте жақсы білесіз. Сондықтан құрылысты тоқтатуыңызға тура келеді. Не өз еркіңізбен, болмаса соттың шешімімен тоқтасыңыз. Мен өзімнің адвокатымен ақылдасып алайын. Оны өзіңіз білесіз. Ал менің қолымда сіздің біреудің меншігін заңсыз иемденгеніңіз туралы бұл тартпайтын айғақтар бар. Мүмкін дәлелдеріңіз тексерілмеген шығар. Қалампыр Серікқызы, қылмыстық іс қозғау үшін арыз беретін шығармын. Содан кейін бұл мәселеменен қаржы полициясы айналысатын болады. Сізге керегі сол ма? Ерғанат, біздің банк сіздің тұрақты жұмыс орныңызға айналған сияқты ма? Енді қайтеміз Қайсар, бұл кісі өліміне қатысты қылмысты маған осы куәгерлер мен күдіктілер отырған жерде тексеру қолайлы. Енді өзіңіз де түсінесіз ғой. Бекерден бекер бұл жерге келе бермеймін ғой. Жаңа директор пайда болып беді. Осы мәселені сіздің кабинетіңізге барып талқыласақ қайтеді. Жүріңіз.
Сәлеметсіздер ме? Саламатсың ба, Назым? Тағы да бірдеңеңізді жоғалтып отырсыз ба? Жоқ, мен қашан жоғалтып едім? Есіңізге түсіріңіз. Ереке жүріңіз. Ал Ереке, қандай жаңалықтарыңыз бар? Тергеу барысында жаңа фактілер табылды. Сондықтан сіздің хатшыңызбен сөйлесу керек болып тұр. Назыммен ба? Біздегі мәліметтер бойынша сол түнгі оқиғаға оның да қатысы бар. Оның қандай қатысы бар? Сіз ойлағаннан анағұрлым көбірек. Айтпақшы, сізге ақырырақ сөйлеуге кеңес берер едім, өйткені ол тағы да тыңдап тұруы мүмкін. Тыңдайды дейсіз бе? Біздің сөзіміздің? Оны қайдан шығардыңыз? Жақында оны сіздің есігіңіздің қасынан көрдім. Ол әрине қағаз қыстырғышымды түсіріп алдым деп сылтауратты, бірақ енді онысы маңымсыз шықты. Назымға тыңдаудың не қажеті бар? Ғабитовтың өліміне қандай қатысы бар оның? Тікелей қатысы бар. Сол түні банкте Назымда болған. Сіздің мұндай қадамға баруыңызға не себеп болды? Бұл мәселені шешудің басқа амалы табылмас па еді? Мысалы, Сол жер телімін қайта өзім сатып алсам, сіздің өзіңізде. Сырғалым, сіз не дейсіз? Мен білмеймін. Әкем өзі шешсін. тіпті сырғалым келіскен күннің өзінде олай істеуге болмайды. Мұрагерлік шарт бойынша жерді сатып алуға болмайды. Бірақ менің білуімше, өсиет қағаз жоқ. Ал Сания бұл жерді сыйға алған. Ал Сырғалым мұрагер ретінде заңды есі болып отыр, солай емес пе? Егер сіз сыйға берілгені туралы қағазды дұрыстап қараған болсаңыз, ол жерде шарт туралы көрсетілгенін байқаған болар едіңіз. Кешіріңіз, Бертай Омарұлы. Сіздің бұл қылығыңызды мен түсінбей отырмын. Қызыңызды мүлікпен қамтамасыз етесіз, және оған таң қаларлық талап қоясыз. Қол аяғын шырмап тастайсыз. Олай істеуіме себептер болды. Қалай айтқанда да біз ол жерді қайтаруымыз керек. Біздің оңаша сөйлесуіміз осымен аяқталды деп түсінемін. Ойлануыңызға бір аптадай уақыт берем. Амалсыздан артық әрекеттерге баратындай жағдайға жеткізбейтін шығарсыздар. Сондықтан біз кетейік. Кешіріңіз, Бертай Омарұлы, сіз қала тұрсаңыз. Сізбен көзбе-көз сөйлессем деп едім. Жақсы. Қалампыр Серік қызы. Қалампыр Серік қызы. Балалар кетті. Енді екеумізге ашық сөйлесуге болатын шығар. Әрине. Сол түні Назымды банкте болып па? Дина, Назым Әлшер. Не өкіттіз? Күзетшілерін дұрыстап анықтау керек болды. Назымды жазбадан көргенде өзімде қатты таң қалдым. Ол қатты қорқып, кабинетке тығылып қалған сияқты. Бірақ түкпірде камера бәрібір түсіріп қалған. Сосын ертеңінде Назым өзінің қызметтік бабын пайдаланып, кітапшаға жұмысқа жаңадан келгенде қол қойыпты. Ал кіреберісте камера ресепшнді көрсетпейді. Сонда бұл туралы не ойлайсыз, Ереке? Мен сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Енді сұрағым ыңғайсыздау болуы мүмкін. Бірақ сіз айтыңызшы, Назым мен Санжардың арасында басқаша қандай қарым-қатынас болуы мүмкін? Мен шынымды айтсам оны білмейді екенмін. Бірақ оны неге сұрадыңыз? Кеше Назым Санжар туралы қатты білгісі келетінін байқатып қойды маған. Бұл енді әріптестіктен көру жақынырақ қарым-қатынас сияқты ұқсап көрінді маған. Енді оны Санжар мен Назымның өзіне сұрау керек. Әрине өзімде солай істеймін, бірақ сіз дұрыссыңыз, мұндайда кез келген ұсақ-түйектің бәріне мән беруге тура келеді. Әрине түсінемін ғой. Және де мен
сіздің тергеу барысынан маған хабардар етіп отқаныңыз үшін рахмет айтамын. Бұл жолы есіктің жанынан кетіп үлгерген сияқтысыз ғой. Неге олай дейсіз? Тыңдамай-ақ қойсаңыз да болады. Өзім-ақ сізге бәрін түсіндіріп беремін. Мен тыңдап жүрген жоқпын. Назым, бізге сөйлесуіміз керек. Бірақ бұл жерде емес. Мен енді түсінік беріп едім ғой. Отырыңызшы. Иә, түсінік бергеніңіз рас. Бірақ Ғабитов қайтыс болған түні өзіңіздің осы банкте болғаныңызды айтуды ұмытып кетіпсіз. Немене? Мен таңертең келдім. Оны тексеруге болады. Нені тексереміз? Өзіңіз иелік ететін кітапшаға өзіңіз қойған қолдың айғақ бола алатынына сенімдісіз бе? Тек қана ол емес. Мен куәгерлерді таба алам. Менің басқа айғағым бар. Мұнда мен болған жоқпын. Назым, бекерге қарсыласып әуре болудың қажеті жоқ. Біздің сізге қарсы бұлтартпас айғағымыз бар. Қандай? Сіз қанша жасырынуға тырыссаңыз да, бақылау камераларына түсіп қалыпсыз. Сондықтан мен сізге жаңадан келген адам сияқты бәрін басынан бастап қайтадан сұрақ қояйын. Банкте сол түні не істедіңіз? Мен біраз бөгеліп қалдым да, сосын шыға алмай қалдым. Назым, сіз адам өлтірілген түні банкте болдыңыз. Және бұрынғы жігітіңіз қайтыс болған түні кездейсоқ түнеп қалдым дегеніңізге кім сенеді? Сонымен, банкте не істедіңіз? Мен Санжарды күттім. Қартайып кетіпсің, Бертай. Көріспегелі қанша жыл? 5 жыл. 5 жыл болды. Сен мен осындай жағдайда кездесем деп ойламаппын. Шынымен қалаяқтығыңды ешкім білмейді деп ойлайсың ба? Шындығына келгенде, ол жер теліміне менің құқығым кем емес. Құқық дейсің бе, Қалампыр? Егер ол жер жөнінде өз ойларым туралы сенімен ақылдассам, сен ол жерге ие болуға құқығым бар деген сөз емес. Бертай, түрмеден кейін сырқат кезіңде саған кім пана болған, есіңе түсіре ме? Мен саған ризамын, Қалампыр. Сондықтан да мен саған кек сақтамайын. Тек мен жерімді қайтарып алуым керек. Жерім? Неше жылдан кейін түсті есіңе жерің? Әрине жасырмаймын, көп уақыт өтті. Бірақ мен оны осы жақында ғана тіпті аяқ асты білдім десем де болады. Бертай, сенің әйеліңнің жерін иемденген мен емес. Онда кім? Бірақ есіңде болсын. Мен тек нақтылы дәлелдерге ғана жүгінемін. Дәлелім бар. Шындықты білгенде таң қалуың мүмкін. Саған да, қызыңа да мен көмектескен болып отырмын. Көмектестім дейсің бе? 3 жыл ессіз тұрғаннан кейін ол жерді заңды түрде қайтарып алу мүмкін еді. Олай болса, мен саған ризамын, Қалампыр. Бірақ өкінішке орай ол жерді қайтарып алуым керек. Бертай, жаңа кек алғың келмейді дедің ғой. Бірақ бұл сенің әрекеттерің Олжастың бизнесінің түбіне жетейін деп отыр. Қалампыр, ұлыңа ең алдымен өзің кесіріңді тигізіп отырсың. Кешіріңіздер, сіздер әлі болған жоқсыздар ма? Біз сөйлесіп болдық. Жақсы, сау бол, Қалампыр. Сау бол.
Назым, сіз сабыр етіңіз, біз жай ғана сөйлесіп отырмыз деп есептеңіз. Сонымен, сол түні банкте сіз Санжар Атабаевпен кездесу үшін қалдыңыз ғой? Кездесу ғана емес. Алишермен сөйлесіп болған соң Санжар кетіп қалды. Сосын мен қоңырау шалдым оған. Қайтадан банкке келемін деп айтты. Ол кезде қас қарайып кетті емес пе? Енді маған Санжар уәде берді ғой. Бірақ сол келген жоқ. Рас айтасыз ба? Иә, бірақ білмеймін. Мен бір кабинетте күтіп отырдым. Жарықты өшірген соң қатты шошып кеттім. Барып күзетуде шақырайын дегем. Бірақ басым бәлеге қаламай деп қорықтым. Бізде ол үшін айып тағылады. Бірақ сіз Санжар банкке келген жоқ деп айта алмайсыз ғой? Мен оны көрген жоқпын. Айттым ғой, күзеттен қорқып, кабинеттен шықпай отырдым. Санжарға телефон шалып едім, оныкі өшіріліп тұрды. Санжардың өзі сіздің осы сөздеріңізді растай ала ма? Мүмкін, білмеймін. Сәлеметсіз бе? Сіз мен шақырдыңыз ба? Келіңіз, отырыңыз. Иә, не болып қалды? Біз Ғабитов өлтірілген түні банкте болған жағдай туралы сөйлесіп отырмыз. Сіз екеуіңіз сол түні банкте кездеспек болыпсыздар ғой, солай ма? Иә, баяғыдан бері сөйлесуіміз керек еді. 1 сағаттан кейін банктың алдындағы кафеде күтемін. Сіз бір жерге кетіп барасыз ба? Иә, біреумен кездесуім керек. Кешке келіп өзім алып кетемін. Тұра тұрыңыз, Шәке. Сіз ол жасқа неге соншама қарсы болып жүрсіз? Қызым, өзің білесің ғой. Мен бұл мәселені сотқа жеткізбеуге барымды салып жүрмін. Осыдан 1 жыл бұрын Жантөре аға екеуіңіздің қолындағы жұмысшылары ауылын қайта қалпына келтіреміз деп жоспарладыңыздар. Ол есімде. Енді Жантөре аға ауырмағанда ол іске асар ма еді? Иә, ол рас. Біз Жантөре екеуміздің үлкен жоспарымыз болып еді. Әке, осы Олжастың жобасының сіздікінен айырмашылығы неде? Онда да жұмыс орындары ашылады. Инфрақұрылым. Мен ол жобамен жұмыс істеп көргем. Тіпті зерттеп те үлгердім. Сырғалым, олардың зауыт дегендері бос сөз. Олар құрылыс салынған соң, жұмысшыларын дайындап отырған серіктестеріне сата салмақ. Ауылды да қалпына келтірмейді. Егер олардікі игілікті іс болатын болса, мен қарсы болады деп ойладым ба. Біздің Жантөре екеміздің армандағанымыз мүлде олай емес болатын, қызым. Санжар, сонымен рас па жоқ па? Сіз Назымға сол күні банкте қалып, мені күттеп өтінгеніңіз шын ба? Мен өтінген жоқпын. Назым өтініп қоймаған соң, солай айта салдым. Немене? Енді сен түні бойы мен күтіп отырды деп кім ойлапты? Мүмкін сен мен өлтірді деп ойлап қалсын деп әдейі істеген шығарсың. Назым, сабыр етіңізші, өтінем. Мен Алишерді өлтірген жоқпын. Сіздер өздеріңізбен босатқан жоқсыздар ма? Демек, менің кінәлі емес екенін білесіздер. Біз жағдайлар анықталғанша уақытша босаттық. Мен қазір дәл сол жұмыстармен айналысып жүрмін. Енді мен Назымның түні бойы сол жерде болғанын қайдан білейін? Сен маған телефон соқпайсың ба? Телефоның өшірілі болды ғой? Иә, бірақ сол күні телефонымды өшіріп тастағам. Оны неге өшіріп тастадыңыз? Ешкіммен сөйлескім келген жоқ өйткені. Түсінікті онда. Жарайды, сіз боссыз бара беріңіз. Міне көрдіңіз бе? Ол әдейі солай істеген. Менің ештеңеге қатысым жоқ. Назым, сіз түні бойы банкте болдыңыз. Дәл сол түні бұл жерде кісі өлтірілді. Ал сіз сол маңда болдыңыз. Мен басқа кабинетте болғам. Дәл солай. Сол кабинет пен корпоративтік бөлімнің арасын бір ғана қабырға бөліп тұр. Сіз ештеңе естімедіңіз бе? Көрмедіңіз бе?
амансың ба, Бертай? Амансың ба, Бақытжан? Менімен кездесуге келіскеніңе қуаныштымын. Сен банкте болдың ба? Иә. Анау Олжас Мансуров дегенді сотқа беріп жатырмын. Жер теліміне байланысты хабардар шығарсың. Бірақ оның шешесі Қалампыр саған кінә қойып жатыр. Солай ма? Бірақ енді, Бертай, сен мені дұрыс түсінуге тырыс. Мен судан таза, сүттен ақпын деп айта алмаймын. Бірақ саған бір көп нәрселерді түсіндіргім келеді. Сен ол жерді заңсыз сатып жібердің. Сонда нені түсіндірмекшісің? Мені жазалау үшін осы пәлен ойлап тапқан өзің едің ғой, Бертай. Мен шынымен де жерді сатып алдым деп ойлап жүрдім. Ал шын мәнінде келгенде босқа ақша төлеп. Бұл сенің бұрынғы кінәлеріңнің өтемақысы. Ал сен Қалампырмен келіскен кезде ол жердің сенікі емес екенін білдің ғой? Иә. Егер Қалампыр болмағанда, мен ол жерден де айырылып қалар едім. Бірақ Қалампыр құжаттарға байланысты көп шаруаларды өз мойнына алды. Ал сен оған келісе кеттің. Енді не істеймін? Менің отбасым, қызым бар емес пе? Ал сен менің қызымнан бәрін тартып алдың ғой? Бертай, мен сені кекшілдігің үшін өте қатты жек көретінмін. Тек Жантөренің үйіне Сырғалым келгеннен кейін, оның басынан өткен жағдайларды білгеннен кейін мен көп нәрсені түсінгендей болдым. Және маған қатты кетуінің себебінде ұққандай болдым. Мен қабырғаның ар жағында бір еміс-еміс дыбыстар естідім. Бірақ ненің дыбыстары екенін де білмеймін. Мүмкін коридор жақта шу болған шығар. Жоқ, коридорда тыныш болатын. Қателескен жоқсыз ба? Айтпақшы, бір дыбыстар естілген. Электр шамы жарылғандай болған. Сағат нешеде есіңізде жоқ па? Мен кабинетке кіре салысымен. Кешкі сағат 9 шамасы болу керек. Сосын барып қабырғаның жағында бір дыбыстар естілді. Сосын басылып қалды. Бәрі кетіп қалғандай болды ғой деймін. Назым, сіз ол дауыстарды корпоративтік бөлім жақтан естідіңіз бе? Иә, бірақ олар не туралы сөйлескендерін естіген жоқпын. Ал сіз Әлішермен сөйлескен адамның дауысын таныдыңыз ба? Жоқ, бірақ онымен бір әйел сөйлескендей болды. Әйел адамның дауысы дейсіз бе? Осы жаңа ғана кімнің дауысы екенін танымадым дедіңіз. Жоқ, өкшенің тықылдаған дыбысын естідім. Енді ол әйелдің туфлиі болатын. Сағат 9 кезінде ме? Иә, маған ол әйел қашып кеткендей болып көрінді. Енді жүгіргенде ғана сөйтіп тез жүреді ғой. Бұрын айтпағаным үшін кешіріңізші. Мен шынымен де қатты қорқып кеттім. Жақсынасың. Әзірге бос. Әзірше? Менен күдіктенбейтін шығарсыз? Әзірге тек негізгі куәгерсіз. Бірақ Санжардың кесірінен мен осы банкте қалдым. Бәріне кінәлі сол. Назым, сізді ешкім кінәлап тұрған жоқ. Әзірше. Сол кезде сен мені қатты әуреге салдың. Сенің тапсыруыңмен Бақтиярдың жалған сауда жасап, менен қанша ақша алғанын есеп қалсақ, мен сол кезде ақсазайынды тартқан. Бірақ мен жерден түскен ақшаны Жантөреге бердім. Бақытжан, ол жай ғана ақша ғой. Ал менің жанұямның зардап тартқаны ешқандай ақша менен өлшенбейді. Түсінем ғой, Бертай, түсінем. Міне сондықтан осы жағдайды анықтауға мен аяғына дейін көмектесуге дайынмын.
Иә, оны өзім ақ жасар едім ғой. Бірақ мен саған қайтып сенемін? Одан бері талай заман өтті ғой, Бертай. Мен өзімнің сазайымды тарттым ғой. Мен енді осы жағдайды анықтау үшін қазір Қайсарға көмектесіп жүрмін. Қайсарға дейсің бе? Иә, Атабаевтар мені кешірген. Сол құрылысқа байланысты құжаттарды тексеріп жүрген кезде сенің әйелің қол қойған келісім шартты тауып алдық. Сол кезде Қайсар мені шақыртып алған. Міне, қазір мен содан бері солардың тобындамын. Ал енді сенесің бе? Сонда сен нені анықтай алдың? Жерді сатып алуды, құрылысты банк қаржыландырады. Ал Қайсар жұмысқа келмей тұрған кезде бұл жоба жүзеге асып кеткен болатын. Енді сен қазір олармен соттасатын болатын болсаң, онда сенің кесірің Қайсарға тиеді. Дина, саламатсыз ба? Сіз шақырту қағазын алдыңыз ба? Қандай шақыру? Бүгін ішкі істер бөліміне тағы да түсінік беруге шақыртылған болатынсыз. Иә, алдым, бірақ мүлде ұмытып кетіппін. Олай істеуге болмайды. Қателік болған шығар деп ойлап қалдым. Мен бәрін айтып беріп едім ғой. Тағы қандай сұрақтарыңыз болуы мүмкін? Болмашы ғана бір нәрсені сұрайын деп едім. Сіз Әлішер Ғабитов өлтірілген түні осы банкте қалғаныңызды неге айтпадыңыз? Не дейсіз? Қарсыласпаңыз, әйтпесе күдіктенуіме тура келеді. Жүріңіз, бір сөйлесуге ыңғайлы жер іздейік. Қарсы емессіз бе? Көріп отырсың ғой, Бертай. Сенің серіңнің төңірегінде дау-дамай көбейіп кетті. Соның кесірі Қайсарға тиюі мүмкін. Ол құрылысты қаржыландыруға Қайсар неге рұқсат берді? Ол жердің болашағы зор. Сол жердің құжаттарына байланысты болмаса, ол жерден ешқандай ілік таппайсың. Банкке де оның құнды болып отырған себепсің. Ол жоба Қайсарға дейін болды ғой. Оған қандай кінә тағылуы мүмкін? Ол жобаны қаржыландыруға екінші траншына Қайсар бұйрық берді деп өзің айтып отырсың. Егер жоба тоқтатылса, онда акционерлердің алдында барлық ауыртпашылық Қайсарға түседі ғой. Түсінікті. Сонда не қыл дейсің? Жерден бас тартайын ба? Жоқ, Бертай, үйтіге болмайды. Жаңа айттым ғой. Бұл жерде балықшылықтың көп екенін. Бірақ енді соны ашуға Қайсар екеуміздің шамамыз жетіңкіремей жатыр. Егер сен көмектесетін болсаң, онда өте жақсы болар еді. Енді сенің айтқандарыңның бәріне сенетін болсақ, мен онда Қайсармен сөйлесем өзім. Әрине. Егер Қайсар жобаны тоқтатуға бұйрық берсе, онда Қалампыр мен орынбасардан әрине маза кетеді. Сол кезде талай шындықтың беті ашылар еді. Апа, неге бұлай болды? Мен сізге сеніп едім ғой, апа. Олжас, кешір, мен шынында да құжаттардағы қателіктерді байқамай қалыппын. Маған бұл келісім тиімді боп көрінді. Бірақ енді маған тым қымбатқа түсейін деп тұр ғой. Тіпті орынбасарымды жауапқа тартқанның өзінде де зауытымнан айырылып қалсам, орнына келу мүмкін емес қой. Сабыр етші, бір амал табылар. Мен Бертаймен әлі де келсем деп ойлаймын. Менің бір жоспарым бар. Бірақ Сырғалым оған қалай қарайтын білмеймін. Сырғалымның не қатысы бар? Бәрін шешетін Бертай емес пе? Сырғалымның өзі де шешуі де мүмкін. Маған Сырғалымға үйлену керек. Не дедің? Сен не дедің? Банкте түнеді дейсіз бе? Мен үйсіз, күйсіз адамға құсаймын ба? Біздің бұған айқын дәлелдеріміз бар. Оны көрсете аласыз ба? Әрине. Біз бақылау камераларының сол түнгі жазбаларын қарап шықтық. Сол түнгі жазба дейсіз бе? Көрсетіңізші. Сол түнгі емес, ертеңіндегі, таңертеңіндегі жазбалар. Мені байқамай қалған шығарсыз.
Біз түнгі 3-тен бастап, ертеңіндегі күндізгі 3-ке дейінгі жазбаларды қарап шықтық. Сіз есіктен шыққан жоқсыз. Енді білмеймін. Жасырынбай ойнамай қояйық, Дина. Мен сізден куәгер ретінде жауап алып тұрмын. Ал куәгерден күдіктіге айналу бір-ақ қадам. Сонымен Әлішер Ғабитов өлтірілген түні сіз банкте неге қалып қойдыңыз? Енді сіз мені түсінуге тиіссіз. Жағдай оңай болған жоқ. Сонымен банкте неге түнедіңіз? Солай боп қалды. Жұмыс көп болған соң айналып қалдым. Үйге кетуге жиналған кезде коридорда шу болып жатқанын естідім. Ол қандай шу? Әлішер біреумен дауласып, ұрысып жатты. Сосын тып-тыныш боп қалды. Кабинеттеріне кіргендей болды. Сол кезде ғимаратқа дабыл жүйесі қосылғаны белгілі болды. Мен күзетшіні іздеп көрдім, бірақ таба алмадым. Сосын қалуыма тура келді. Сіз сонда қай кабинетте болдыңыз? Сіз сол кісі өлімі болған корпоративтік бөлімде жұмыс істемейсіз? Мен көрші кабинетте болдым. Көрші кабинетте? Онда сіз Әлішермен сөйлескен адамның дауысын естіген болдыңыз ғой? Мен оған толық сенімді емеспін. Ойланыңыз. Нақты кімнің дауысы екенін айта алмаймын, бірақ әйелдің дауысы болғаны анық. Сырғалым, сен қайда жүрсің? Таңертеңнен бері сені іздеп жүрмін ғой, уайымдап. Неменеге уайымдайсың? Енді жұмыста жоқсың, саған бірдеңе болып қалды ма деп уайымдадым. Менің бір тығыз шаруаларға байланысты әкеммен кездестім. Ал сен қылмысқа ешқандай қатысың жоқ екенін дәлелдейтін айғақ туралы сөйлесуге келдің бе? Кеше қолың тимеді ғой. Иә, сол үшін кешірім сұрайын деп едім сенен. Ақпақ болыппын. Кеше тіпті сөйлесе де алмадық. Ол сенің баяғы әдетің ғой. Өзімді сенің арқаңда босатқанын білемін. Рахмет саған, Сырғалым, барлығы үшін. Оқасы жоқ. Арамыздың қиын болып жүрген түсінемін. Оның бәріне мен өзім кінәлімін. Саған не болған? Сен мені ылғи кінәлеуші едің ғой? Енді кім қателеспейді, Сырғалым. Сен мені кешірмейтінімді білемін, бірақ енді тым құрса дос болып қалуға болатын шығар. Енді бұлай демесең де мен сенің айғағыңды растауға дайынмын. Енді сонша барыңды салып, жасанды дос болудың қажеті жоқ. Мен жасанды дос болып жүрген жоқпын, Сырғалым. Сен менің тым жақын адам екеніңді мен түсіндім. Кешірші мен барлығы үшін. Санжар, тұра тұршы. Сен дұрыс айтасың. Шынымен де дос болып қалғанымыз дұрыс шығар. Рахмет саған, Сырғалым. Коридорда шумен төбелестен басқа ештеңе естімедіңіз бе? Жоқ, не болды? Енді басқа да бір бөгде дыбыстарды құлағыңыз шалмады ма? Шынымды айтсам, есімде жоқ. Жарайды онда жақсы. Бүгінше осымен болды. Бітті ғой? Иә, әрине. Айтпақшы. Дина, сіз сақ болыңыз. Сіз өте бағалы куәгерсіз. Міндетті түрде Ерғанат. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ол жас есің дұрыс па? Үйленем дегенің не сандырақ? Апа, мен оны жер мәселесін шешуге байланысты бір амал ретінде қарастырып отырмын. Әзілің таусылмайды екен. Дұрыстап сөйлесекші. Мен шынымды айтып отырмын, апа. Ол жас, болды енді есің жи. Сот процесінің қандай қиындықтар әкелетінін сезесің бе сен? Шындығында да мен өте тиімді ұсыныс жасап отырмын. Өзіңіз емес пе үйлен деген. Немере сүйесіз. Иә, бірақ осындай миға сыймайтындай дүниемен мені қуанттым деп отырсың ба сен? Апа, мен
өзім өмір бойы бірге тұра алатындай әйелді енді ғана кездестірдім. Бәрі де сәйкес келіп тұр. Сылтауда табылды. Бірақ мына сандырағынан гөрі Бертайдың сотқа берілген арызынан бас тарттырып, онымен тіл табысу маған оңайырақ. Олай болса, ешқандай себепсіз үйленемін. Жоқ, не болды? Енді басқа да бір бөгде дыбыстарды құлағыңыз шалмады ма? Шылымды айтсам, есімде жоқ. Бір қызығы, Дина мен Назымның айтқандары бір-біріне мүлдем үйлеспей тұр. Бірақ екеуі де ана корпоративтік бөлімнің жанындағы кабинетте болғандарын айтып отыр. Демек біреу өтірік айтады ғой? Дәл солай. Бірақ өтірік айтып отырған қайсысы және себебі неде? Енді екеуінің де банкте болғандары дәлелденді ғой. Айтпақшы, Назым коридор жақтан бір электр шамының сынған дыбысына ұқсас бірдеңе естідім дейді. Камерадан айтып отырған шығар деп ойлаймын. Иә, қылмыскер кісі өлтірмес бұрын алдымен сол камераны сындырып тастаған. Біздің күзетшілер не қарап отырған? Олар астыңғы қабатта отырады ғой. Жүйенің бәрін өзгерту керек екен. Мен ұққаным, ол кезде күзеттегілер демалады екен. Айтпақшы, Дина да коридор жақтан бір шу естідім дейді, бірақ камераның сынған дыбысы туралы ештеңе айтпады. Оны қалай түсінуге болады? Әзірге білмеймін, бірақ бір нәрсені анық білемін. Екеуінің біреуі сол түні банкте жалғыз болмағанын біледі. Қалай болғанда да Қайсар, сол екеуіне Назым мен Динаға көз орыңыз сала жүріңізші. Енді оқыс қимылға баруы мүмкін. Өйткені екеуінің де банкте болғандары анықталды ғой. Жақсы Ренат, мен сізді түсіндім. Көмегіңіз болсын Қайсар. Енді анау Санжарға деген күдік әлі арылған жоқ қой. Ол жігіттің тағдыры біз қылмыскерді қаншалықты тез табуымызға байланысты болып тұр. Сырғауыл, сіздің әкеңіз әлі банкте ме? Мен ол кісімен тағы да сөйлесейін деп едім. Жоқ, кетіп қалған. Өкінішті ақ. Мен әлде болса соттасудың алдын алуға болады деп ойлаймын. Сіздің қарсыласыңыз болғым келмейді. Олжас, мен әкеммен сөйлескем. Ол кісінің айтуынша, сіз зауытты сату үшін салып жатырсыз. Ақша табу үшін. Рас па? Ең тиімді жол осы, Сырғалым. Сізге неге ұнамай тұрған түсінбеймін. Санжар, сен әдейі істедің бе? Мен банкте қалған саған не қажеті бар еді? Назым, ант етейін әдейі істеген жоқпын деймін саған. Сен осы менің сөзіме сене қояды деп ойламаппын. Сенбеймін саған. Сен тек мен басымды қатырдың. Ал мен ақмақ басым соған сеніп қалды. Жек көремін сені. Назым, сабыр етші, мен саған жамандық ойлайды дейсің ба? Сен мені полицияға ұстап бердің. Жағдайымды біле тұра, осындай жолмен құтылмақшы болдың ба? Сен мен кім деп отырсың? Жауапкершіліктен қашатын жек сұрынсың сен. Былай Санжар, сол түні банкте болғаным рас. Бірақ сенің де ешқандай айғағың жоқ. Түсінбедім, қайдағы айғақ? Қылмысқа сенің қатысың жоқ екен дәлелдеуге мен көмектеседі деп ойлама. Мен берген барлық түсініктерімді аяқ астынан өзгертіп, сол түні сені көрдім, және де Әлішерді өлтірген сен деп айтамын. Ұқтың ба? Енді мен ол зауыт жаңағы жабылған мекеменің орнын басып, сол жерде тұратындарға жұмыс беретін шығар деп ойлағам. Бірақ жұмысшылар ауылда талайдан бері ешкім тұрмайды ғой. Ал құландағылар орнығып алған. Бұл зауыттан басқа да олардың жұмыс орындары бар. Енді фосфор зауыты жабылған кезде жұрт жан жаққа кетіп қалған. Менің апам сияқты көптеген адамдар жұмыссыз қалды. Бұрын солай болған шығар. Қазір бәрі де басқаша. Ал құландағы адамдар ашығып жатқан жоқ. Сіз түсінбейді екенсіз. Жұрттың бәрі өз туған жерінде жұмыс істегісі келеді. Иә, күн көріс үшін көптеген адамдар жан жаққа кетіп қалды. Егер сіздің зауытыңызда жұмыс орындары болса, білікті мамандар қайта оралар еді ауылға. Түсінемін. Бірақ болашақ сатып алушылардың өздерінің жаңа бағдарламалары бар. Мен тек ол кәсіпорынның бір ғана бөлігіне иемін. Соны сатпақ болғам. Оны
жалғыз өзім шешім қабылдай алмаймын. Мен жай сіз білсін дегенім ғой. Менің әкем мен Жантөрағаның ортақ даму жоспары болатын. Менің оққаным, сауатты әрекет етсе, ол жердің болашағы зор. Қызық. Менің аналитиктерім ол жерді зерттеп, ол өндіріске қаржы салудың тиімсіз екенін айтты. Олар қателеседі. Сіз менің әкемен сөйлесіңіз. Құландағы жоспарлары туралы мен білемін. Бірақ сіздің жоспарыңыз қайшы болып тұр? Мәселе сонда. Ал сіздің әкеңіз менімен тағы да бір сөйлесем екен? Енді егер зауытқа байланысты жоспарыңызды қайта қарасаңыз, әкемнің беті бері қарауы мүмкін. Саған бәрібір ешкім сенбейді. Мені босатты, демек мен кінәлі емеспін. Сені Сырғалымның өтірік түсініктемесінің арқасында ғана босатты. Оны қайдан шығардың? Сырғалым екеуіңіз сыбайлас екендеріңді бәрі біледі. Сендердің ажырасамыз дегендерің өтірік қой. Сол себептен Сырғалым саған көмектесіп жүр ғой. Солай ма? Сен не деп тұрсың? Мен Қайсар Жантөреұлы мен сенің адвокатыңның әңгімесін өз құлағыммен естіген болатынмын. Сен демек тыңдап жүр екенсің ғой. Сен сонда не адамдарды аңдып жүрсің бе? Көріп тұрсың ғой, бекер әуре болмаппын. Сондықтан сенде ешқандай да айғақ жоқ. Егер маған ақша бермейтін болсан, Сырғалым екеуің бірге сотталасыңдар. Сырғалымға өтірік мағлұмат берген үшін айып тағылады. Сен адам емес екенсің ғой. Енді сенің арқаңда осындай болдық қой. Пайдаланып алып лақтырып кетем деп ойлап едің? Ондай болмайды. Алдымен сені Қайсар Жантөреұлына айтамын да, сосын полицияға ұстап беремін. Санжар? Бұнда не отыр? Назым, бұл не шум? Сізбен сөйлесейін деп едім, Қайсар Жантөреұлы. Назым, кешір. Бірінші менің кезегім, мен сол үшін келдім. Өтірік айтасың. Мен... Ей, тоқтаңдар. Дұрыстап түсіндіріңдер. Қайсар, бізге сөйлесу керек. Ал сен тыңдама біздің әңгімемізді. Бұл не ойында? Қайсар, шынымды айтсам, сен мен түсінеріңе күмәнім бар. Бірақ енді сонда да тәуекел етіп тұрмын. Немене қызықсып майысып отырсың? Айтшы енді. Қысқасы мен бір қиын жағдайға тап болдым. Назым менен екі қабат. Маған енді сен көмегің керек. Құрып кеткір. Санжар, бұл не сұмды, Енді солай болып қалды енді. Қысқасы Назым менен ақша талап етіп жүр. Ақша? Не үшін? Не үшін ағылай, ешкімге айтпау үшін. Иә. Қазір бар ғой, бұл жаңалықты екемізден басқа ешкім білмеу керек. Сырғалымда. Өзі бір бәле қыз екен. Ондай додан күтпеппін. Өзім де күткен жоқпын. Енді аяқ астынан солай болып қалды енді. Аяқ астынан дейсің бе? Санжар, жарай саған айттың не, айтпадың не? Қанша сұрайды? $50,000. 50 мың? Бұл көп ақша емес пе? Қайсар, бұл шеті ғана. Алишер қайтыс болған түні Назым банкте болыпты. Сол түні. Енді полицияға сені көргенімді айтам деп мені қорқытып жүр.